Tosay mı? Jandarma tutma. Abi bizim market. Video olsun. Üçüncüsü, vatavasav bil haq. Ол адам жақсылыққа, шындықпен жүрмесе өмірде шындықпен жүру әрбір адамға керек, бақытты болуына керек ол адамға. Ватавасау бил хақ, шындыққа жүріп, шындыққа шақыру керек адамдарды. Қандай жұмыста болатын болсаң, қандай мансапта болатын болсаң, қандай өмірде болатын болсаң, шындықпен жүріңіз. Шындыққа да өсиет қылыңыз. Шындыққа өсиет қылмасаң, иманың пайда бермейді, жақсы амалың да пайда бермейді дейді. Қарай, мақтанбаң, мәз болмай намаз оқимын деп, мәз болмай сен жақсы амал жасаймын деп, мәз болмай мұсылманмын деп, қашан пайда береді олар? Сен шындықпен жүретін болсаң, өміріңе шындықпен жүр, шындыққа өсиет қыл сен адам. Шындыққа өсиет қылғаннан кейін болды ма? Бір айтып қойдың ба? Жоқ, сол шындыққа сабырлы болуың керек. Bir шындықты айттым, ар жақтан қысқандан кейін сынып қалмауың керек. Ватавасау бис сабр, сабырлы болуың керек сол шындығыңа. Шындықты айттың ба, сабыр сақта сол шындыққа. Қандай қысымда болса, қандай сынақ келсе басыңа, сабырлы бол деп жатыр Алла Субхану ва Тағала. Онда иманның өзі тек қана жеткілікті емес. Жақсы амалдың өзі сені жәннатқа апармайды. Қашан саған үшінші сипат ватавасау бил хақ сенде болмаса, жақсылыққа шақыр, шындықпен жүр. Шындықпен өміріңде, жанұяңда, жұмысыңда шындықпен жүрмейтін болсаң, тек қана мал мүлк үшін, мансап үшін, дүние үшін жүретін болсаң, сен иманың да, намазың, құлшылығың, миллиард садақаң да пайда бермейді. Қашан шындықпен жүрмейтін болсаң, шындықпен жүрдің ба, шындыққа шақыр халықтарды. Біреулер бар шындықты көреді, шындықпен жүреді, бірақ халыққа айта алмайды ол шындықты. Тыныш жүр дейді, фитна керек емес, айқай керек емес. Ол адам бақытты өмір сүретін адам емес ол адам. Бақытты болу үшін шындықпен жүресің, шындыққа шақырасың адамдарды. Шындыққа шақыру керек. Әрбіріміз қалай да болса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан жоқ па? Улил хақ валау кана мурран дейді. Айт шындықты дейді. Ащы болса, өміріңе зиян болса, мал дүниең кететін болса, шындықты айт дейді. Біз сол пайғамбардың үмметі емеспіз ба? Мақтанбаймыз ба біздің пайғамбарымыз осындай үлкен пайғамбар, ұлы пайғамбар ма? Өткенде де айттым, ұстазға мақтану сенің мықты болуың емес, ұстаз саған мақтану керек. Пайғамбарың сенің үмметіңнен мақтану керек ертең қияметте. Сен мен пайғамбарым Мұхаммед деуің саған ешқандай пайда бермейді. Пайғамбарым мынау менің үмметім десе халықтың алдында, сол кезде үлкен бақыт, үлкен жетістік сол кезде біздерге келеді. Пайғамбар бізбен мақтансын, Мусаның алдында, Исаның алдында, Ибрахимнің алдында біздермен мақтанса, сол кезде бізде жетістік болады. Мынау пәленкестің ұлы менің үмметім деп халайықтың көпшіліктің алдында айтса, пайғамбарымыз біздер риза болған кезде, сол кезде біз шынайы мұсылман, шынайы иманымыз, амалымыз пайда береді. Әйтпесе, миллиард жылда келіп шайға отыратын болсақ, келіп мақсатымыз дұрыс болмаса, шындықты айтпайтын болсақ, қанша дінмен жүреді? Көрдік ондайды. Қанша иманымен келді? Қанша? Мысалы айтар, мен қанша намаз оқыдым, қанша жақсылық жасадым, балам намаз оқымайды дейді. Қараңыз, намаз оқымайды. Неге? Біз сипаттар бізде жоқ, шындық айту сипаттар жоқ. Ондай көп болады. Намаз оқыдым мен, ешкімнің ала-жібін аттамадым, қиянат жасамадым дейді. Сен шындық айтқан жоқсың өміріңде. Шындықпен жүрген жоқсың, шындыққа өсиет қылған жоқсың. Сенің амалың, иманың пайда бермей кетеді. Бірақ біреулер бар намаз оқымайды, балдары 5 баласы бірге намаз оқиды. Неден ол? Ол шындық айтып, шындыққа өсиет қылатын адамдар олар. Төртінші, шындық айтқаннан кейін шындыққа сынып қалмауың керек. Қандай сынақтармен, қысымдармен, болды мен қателестім дейтін болсаң, ол сенің шындығың шындық емес, пайда бермейді. Ватавасау бис сабр. Шындыққа айттың ба, сабырын да қылуың керек шындыққа. Дін де сол. Ең қиын нәрсе дінмен жүру қазір. Сол дінмен жүрдің ба, шындықты айттың ба, шындығыңызда сабырлы болатын болсаңыз, Алла Субхану ва Тағаланың уәдесі бар. Ол адам ешқандай зиянда болмайды. Бұл дүниеде, ақиретте бақытты өмір сүреді дейді. Сол бақытты болу үшін біз дүниеге келдік. Алланың ризалығын табуға дүниеге келдік. Уақытымызда босындан бос өтіруге дүниеге келген жоқпыз біздер. Сол бақытты болу. Бұл дүниеден тағы ақиретке өткенде ең ұлы бақытты бізге Аллах Тағала жәннат деп қойды. Сол жәннатқа бару үшін Аллах Тағала 4 нәрсені біздерге өсиет қылып кетті. Осы 4 нәрсе біздерге болатын болса, біз Аллах Тағаланың уәдесі бар біздерге. Ешқандай қорқысы, вала хауфун қандай еді? Вала хауфун алейхим ва лахум яхзанун дейді. Қауіп та жоқ, қайғы да жоқ дейді, жәннатқа кіреміз Алланың қалауымен иншаллах. Ағайындар, осы Құран аятты тыңдау бір шарт, тағы оны өткенде де айттым, ақылға салу, ойлану бір шарт. Тек уағызды тыңдадым, жақсы айтты деп есіктен шығып кету емес. Оны ойланбайтын болсаң, өміріңе қолдана алмайтын болсаң, пайдалана алмайтын болсаң, сенің ақылың жоқ деген сөз.
وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير дейді. Жәннат тұзаққа барған адамдардан сұрайды дейді. Не себеп болды тұзаққа келгеніңізге? Намаз оқыдың ба дейді. Жоқ, оқыдым дейді. Не болды онда дейді? Зекет бермедің ба, садақа? Жоқ дейді. Менде екі сипат болған жоқ. Сол екі сипат. Тыңдаңыз. Екі сипат болмады дейді, мен тұзаққа келдім дейді. Қандай сипаттар болды? وقالوا لو كنا نسمع. Біз айтқан уағызды тыңдамадық дейді. Уағыз айтып отқанда шай іштім дейді. Уағыз айтып отқанда телефон шұқыдым дейді. Уағыз айтып отқанда дейді, басқа нәрсе қылып кеттім дейді. Сіз сонда Алланың алдында кездесем, Алламен жолығам деп ойламайсыңыз ба сіздер? Сіз Алланың алдында есеп берем деп ойламайсыңыз ба сіздер? Сонда тек есепті имамдар, молдалар беру керек па сонда? Бәріміз Алланың алдына барамыз, шексіз, күмәнсіз барамыз Алланың алдына. Ешқандай күмән жоқ. Бәріміз барамыз, кіші бол, ұлы бол, әйел бол, ер бол, Алланың алдына барамыз. Есепті де береміз сол Раббымызға. Қандай амал жасадық? Біз өзіміз ұмытып қалған амалдарды, есімізден шығып кеткен амалдарды Аллах тағала есімізге түсіріп сол кезде. Сондықтан біз бұл өмір сүру үшін не істеуіміз керек? Өміріміз пайдалы болу үшін, өміріміз дұрыс болу үшін не істеуіміз керек? Айтылып жатқан уағыздарды тыңдауымыз керек. Тыңдамаған, уағыз тыңдамайтын адам, ол не дейді? Ол адасқан адамның белгісі дейді. وقالوا لو كنا نسمع дейді. Уағыз тыңдаудың өзі жеткілікті емес. Тыңдаған уағызды ойлану керек. Не айтты бұл? Не нәрсе пайдалы маған? Менің қатем қай жерде? Кемшілігім қай жерде деп. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل дейді. Ақылға салуымыз керек, ойлануымыз керек. Біздер Аллах тағала ең мақталған үмметпіз. Улул альбаб деп айтады біздерге. Үммет, ақыр заман үмметі, пайғамбардың үмметі, ақылға ойланатын үмметпіз біздер. Аллах тағала біздің дәрежемізді басқа. Ярфаиллаху аллазина аману минкум дейді. Аллах тағала иманды мұсылмандардың дәрежесін басқа үмметтен көтеріп қойды. Неге? Оларда білім бар біздерде. Неге? Білім неден пайда болды? Ойланудан пайда болды дейді. Ярфаиллаху аллазина аману минкум валлазина утул илма даражат дейді. Білім алған, ақылмен салған, шындыққа жеткен адамның дәрежесін көтеріп қойдым дейді Аллах тағала. Қандай бақыт бұл біздерге берген Алла тағала. Онда тұзақи болмау үшін, жолымыздың дұрыс екенін түсіну үшін не істеуіміз керек? Уағызды тыңдап, одан кейін ақылға салайық иншалла. Бұл Алла тағаланың уәдесі біздерге. Алланың уәдесімен жүретін болсақ, ешқандай вала хауф, вала алейхим вала хум яхзанун. Қорқы да болмайды, қайғы да біздерге болмайды ағайындар. Сол Алланың қысқада нұсқа берген біздерге уәдесі. Сондықтан Аллаға сеніп, Аллаға өмірімізді тапсырайық. Ва уфаввиду амри илаллах, инналлаха басирун бил ибад. Аллах тағала айтқан адамға, тыңдаған адамға, естіген адамға тәуфиқ амал насip болсын. Амин. Алла разы болсын.